Жандос, сабағыңды орындадың ба? Жоқ, сенің қоңырауыңды тосып отырмын. Екеуміз бір-бірімізге сұрақ қоя отырып, білімдерімізді шыңдайық. Жарайды, мен бастайын. Еріндік дауыстылар айтылуда еріннің алға қарай сүйірленуі арқылы жасалатын дауысты дыбыстар. О, ө, у, о, ү. Мысалы, өзен, өрік, ұзын, ұшқыш, үйрек, үй. Қазіргі қазақ тілінде бірінші буында еріндік дауыстылар о, ө, о, ү келіп, екінші буында езулік е, о, әріптері жазылса, онда оларға е, о, еріндік дауыстылардың міндетті түрде әсері болады. Сөздің басындағы немесе бірінші ашық буындағы о, ү, у, о, ö дыбыстары және екі дауыстының ортасында келген у дыбысы тауық, бауыр сияқты сөздерде келесі буындағы дыбыстарын өзгертіп, өлерге жуықтатып естіртеді. Мысалы, күлгін, құлын, бүгін, орын болып айтылады. Жандос, енді жеке тапсырмаларымызды орындайық. Жарайды, сау бол.